Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2022 жылды балалар жылы деп жариялады. Осы орайда Жамбыл облыс әкімдігінің мәдениет архивтері және құжаттама басқармасы, Жамбыл облыстық көзі көрмейтін және әлсіз көретін азаматтар кітапханасы балалар жылына балалардан балаларға атты жобасы аясында Ескен Елубаевтың 80 жылдығына орай жазылған дыбыстандырылған кітапты ұсынады. Демеу, бір інішек елден қонақ болып келген. Қалын сұрап тұрмыз, қалай дейміз тұрмыз, деді ол. Жаман емес, күйіміз бар өлмес. Қойымыз бар ондай, ешкіміз де сондай. Бір сиыр бар баққан, тарықпан сүт аққан. Асыраймыз тауық, 100 жұмыртқа тауып. Жайылатын сазда, семіртеміз қазда. Баптап жүрген күнде бақша егеміз үйде. Пияз, картоп қазып, жылдайтеміз азық. Жанымыз көл бар, тағы айтпақшы сол бар. Саған оның көлдің қатысы де не дедім. Маған қарап тұрып, алды ол сәл-пәл күліп. Балық бар ғой онда, өзімдікі олда. Кейде сонда барам, балық аулап алам. Бұл да маған көмек, қоятған демеп.